Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Бегманов Абылай Серікұлы, Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі өндірістік оқыту шеберханасының меңгерушісімін. Жүргізетін пәнім электромонтаждық практика. Сабақтың тақырыбы электр сымдарын дәнекерлеу. Бүгінгі сабақтың мақсаты білімділік, студенттерді сымдарды дәнекерлеу, жалғау түрлері мен сымдарды дәнекерлеуде қолданылатын құрал-жабдықтар мен материалдармен таныстыру. Дамытушылық, ойлауды, танымдық қабілеттерді дамыту. Тәрбиелік, жеке және топтық жұмыс істей білуге тәрбиелеу, білім икемділік пен дағдыларды қалыптастыру. Бүгінгі сабақта қолданылатын көрнекіліктер: сымды дәнекерлеу үлгісі, видеороликтер, макеттер, схемалар. Қажетті құрал-саймандарға келетін болсақ, алюминий және мыс тал сымдарының кесіндісі, бұрағыштар жинағы, қысқыштар жинағы, тоқ өлшегіш құрал, пышақ, бұрамалы қыспақ, канифоль, дәнекерлеу құралы, дәнекерлеу құралын орналастыруға арналған тіреуіш. Мына сұрақтарға жауап беру арқылы өткен тақырыпты еске түсірейік. Кабельдердегі изоляциялық қабаттың атқаратын қызметі. Түтік күшімен жүргізілетін электр тартымдары дегеніміз не? Кабельдерді жалғау тәсілдері. Және төртінші, электр сымдарының ішкі құрылысын сипаттаңыз. Өткен тақырыпты еске түсіріп болсақ, шеберханадағы қауіпсіздік ережесіне тоқталайық. Ең бірінші, жұмысты бастамас бұрын жұмыс алдындағы қауіпсіздік ережесі. Электр сайман арқылы жиі тоқтың корпусқа тұйықталу болмауы. Сондай-ақ жұмыс алдында тоқ келетін сымның дұрыстығын тексеріп отыру керек. Олар электр аспабы жерге қосылуы тиіс. Заземление болмаған жағдайда дәнекерлеу құралында жұмыс жасауға тыйым салынады. Қорғаушы резеңке құралдарды пайдалану алдында кемістігін тексеріп алу. Арнайы киім жинағы болуы тиіс. Шаш бас киімге жинақталған болуы тиіс. Жұмыс барысында арналған халат, фартук, бас киімдерді дәнекерлеуге арналған арнайы қолғапты, арнайы аяқ киімді ретке келтіріп кию. Халаттың жеңіндегі түймелерді дұрыс қадау. Электромонтаж үстелінде артық заттар болмау. Сабаққа керекті құрал-саймандар ғана болу. Дәнекерлеуге берілген кабельдерді ұштап дайындау. Жарамды құрал-саймандармен ғана жұмыс жасаңыз. Әр амалды өзіне тиісті сайманмен атқарыңыз. Технологиялық операциялар: кабельдерді тазалау, қосу, дәнекерлеу, жалғау электромонтаж үстелінің белгіленген аумағында орындалуы тиіс. Жұмыс кезінде әр нәрсеге алаңдамаңыз. Жұмыстан соң жасап жатқан бұйым, қалған кабель қалдықтарын кезекшіге немесе мұғалімге тапсырыңыз. Жұмыс орныңызды ретке келтіріңіз. Қалған қалдықтарды қолмен сыпыруға, ауызбен үрлеуге болмайды. Дәнекерлеу құралын майлар мен металл қалдықтарынан тазартып, келесі жұмысқа дайындап қойыңыз. Өздеріңізді ретке келтіріңіздер. Мұғалімнің рұқсатынсыз шеберханадан шығуға болмайды. Бұл кестені мен blm.kz сайтындағы сіздерге тапсырма ретінде қалдырдым. Қауіпсіздік ережесімен танысқандығыңыз туралы нұсқаулыққа қол қойыңыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қызықты және өте жауапты жұмыс. Сымдарды өзара немесе электр қондырғылар материалдармен жалғау үшін жалғанатын сымдардың бір бөлігінің оқшаулағышын алып тастап, жылтырата тазартамыз. Сымдарды жалғау тәсілдері. Сымдарды жалғаудың бірнеше тәсілі бар. Жалғау сымдардың материалы мен құрылымына, түрлеріне байланысты болады. Жалпақ сымдар арнайы тармақтану қорапшалары арқылы жалғанады. Осы мақсатта сымдардың 10 см қабыршығы кесіп алынады. Сымдар қорапшаға енгізіледі және қыспақтардың көмегімен жалғанады. Егер қыспақсыз қорапшалар қолданылса, сымдарда сығымдаудың көмегімен жалғайды және дәнекерлеу мен пісіру әдістері де қолданылуы мүмкін. Кабель қабықшасын біріктіру. Қабықшадан кабель тізімін босатып алу. Ол үшін біз электромонтаж үстеліне дайындалып алынған кабельді тегіс етіп жатқызамыз және арнайы пышақпен оның сыртындағы резеңкені сызу арқылы тазалаймыз. Талсымның ұшын тазарту. Бізде екі нұсқа көрсетілген. Бірінші нұсқамыз қате, екіншіміз дұрыс. Яғни біз кабельдерді тазалағанда пышақты қиғаштап, жанамалап салу арқылы тазалаймыз. Сымдарды дәнекерлеу жалғау үшін сымдардың сыртын тазалаймыз. Дәнекерлеу құралын тоқ көзіне қосамыз. Ол тоқ көзіне жалғанатын кабель, ұстағыш және сымды ерітуге арналған арнайы құйылған мыс бөліктерінен тұрады. Дәнекерлеудің қолданылуы. Электромонтаждық жұмыстарда қорапшаларды сым жалғанған жерлерде кабельдерді оқшаулау үшін, сондай-ақ сымдарды жасырын өткізген кезде розеткаларды бекіту мен қондыру үшін де қолданады.
қимасы үлкен сымдарды қосу кезінде құрсаулы ширатпаны қолданады. Неғұрлым жақсы берік түйіспе болу үшін қосылған жерлерді дәнекерлеген дұрыс. Қосылған жерлер оқшаулағыш таспамен оқшауланады. Мыс сымдарды жалғау мен тармақталуы. Ең бірінші суретте тармақталған мыс сымын аламыз және оның ұштарын тазартып аламыз. Одан кейінгі суретте көріп отқандарыңыздай тазаланған мыс сымдарын бір-біріне тармақтап дәнекерлейміз. Және соңғы суретте дәнекерленген мыс сымдарының оқшауланған жерлерін арнайы жабынмен изоляциялық қабатпен жабамыз. Осы сабақты түйіндеу мақсатында келесі видеоға назар аударыңыздар. Ең бірінші электромонтаж үстелі, яғни үстеліміз таза болу керек. Дәнекерлеу құралын түрлі металдар мен канифольдарды жабыстыратындықтан айналадағы заттардың барлығын алып тастауымыз қажет. Ол үшін бізге электромонтаждық жұмыстарға қажетті қысқыштар, яғни пинцеттер, олар әртүрлі түрде кездеседі. Жіңішке, жуан, дөңгелек және иілген түрлері көптеп қолданылады. Сонымен қатар қауіпсіздікті сақтау мақсатында міндетті түрде көзілдірік киюіміз қажет. Дәнекерлеуді бастамас алдын біз сымдарды дайындап алуымыз қажет. Дәнекерлеудің мақсаты бұл екі металл сымын бір-біріне берік байланыс орнату арқылы электр тоғын беру. Біз өткен тақырыпта канифоль, дәнекерлеу құралын және олардың құрылысын сипаттаған болатынбыз. Бүгінгі сабағымыз, яғни кабельдерді ашу арқылы бір-біріне түйістіре біріктіру. Ол үшін біз жарық шамдардың кабельдерін аламыз. Ең бірінші дәнекерлеу құралын тоққа қосамыз. 3-2 минут аралығында қызады. Оған дейін біз электр сымдарын дайындап алуымыз қажет. Ол үшін арнайы қысқышпен сымдардың ұшын есептеп олардың басын тазалаймыз. Ол үшін арнайы қысқышпен тазалауымыз қажет. Қазіргі таңда осы қысқыш көптеп қолданылуда. Бұл өте тиімді және қауіпсіз. Сымдардың ұшын тазалағанда біз арнайы құралмен оларды дөңгелету арқылы тазалаймыз. Және мыс сымдардың басын жинап тазалауымыз қажет. Тазаланған мыс сымдарын оттықпен тұтату арқылы сыртындағы кабельдерді тазалаймыз. Арнайы қысқышпен күйдірілген сымның бөліктерін қырамыз. Сонымен қатар біз мыс сымдарды жылтыратып тазалау үшін арнайы егеумен, напильникпен егеуіміз керек. Одан соң тағы да өңдеу арқылы біз наждакпен, яғни қырғыштармен сымның сыртын тазалап өңдейміз. Сымдарды тазартып болған соң біз оған металдарды жабыстыруымыз керек. Ол үшін біз қалайы металын пайдаланамыз. Қалайы металы бұл қатты күйінде және орамдалған сым күйінде қолданылады. Негізінде жұмыс жасағанда осы орамдалған сым көп пайдаланылады. Енді флюстерге тоқталатын болсақ, флюсқа біз канифольдарды жатқызуымызға болады. Ол қатты сұйық гель түрінде кездеседі. Өмірде көп қолданылатыны бұл қатты күйі. Өйткені қатты күйдегі флюстерді, канифольді біз қарапайым жұмыс режимінде қолдануға ыңғайлы және сымдардың ұштарын канифольға батырып пайдалануға қолайлы ыдыста орналасқан. Қатты канифольді біз дәнекерлеу құралымен еріту арқылы пайдаланамыз. Біз келесі кезекте сұйық флюс, яғни канифольді қарастырамыз. Бұл сұйық флюсті қолданылу мақсаты арнайы жұмыс режимдерінде көп қолданылады. Бұл биіктікте, сонымен қуыстарда, розеткаларды, күрделі жұмыстарды жасағанда сұйық канифольді сымның басына жағу арқылы дәнекерлеу құралына қалайы металын жабыстыру арқылы жасалатын процесс. Енді сымдарды бір-біріне жалғап көрейік. Жағылған канифольдары бар екі сымды бір-біріне түйістіре отырып, қыздырылған дәнекерлеу құралымен бір-біріне түйістіріп жалғаймыз және оларды тартып беріктігін тексеріп көреміз. Арнайы жарық шамдарда жалғанған кабельдердің енді дұрыстығын тексеріп көрейік. Бірінші жалғанған кабелімізде бір-біріне параллель екі сым дұрыс жалғанғандықтан оған дұрыс деген баға береміз. Ал екіншіміз, қарап тұрғандарыңыздай, ұштары екі жаққа кеткен, жағылған флюсіміз дұрыс орналаспаған. Оған дұрыс емес баға береміз. Құрметті студенттер, осы видеороликтен көрген жұмыста үйде құрал жабдықтарыңыз болатын болса, қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, қолдарыңызды жаттықтыра беріңіздер. Алдағы уақытта тәжірибелік
жұмыстарды бірге осы жұмысты жасап көреміз. Енді үйге берілетін тапсырмаға келетін болсақ. Бақылау сұрақтары: сымдар мен кабельдердің тазарту әдістері, екінші дәнекерлеу құралының жұмыс істеу принципі, үшінші электромонтаж жұмыстарының қолданылуы. Осы сұрақтарға жауап берген соң төмендегі тәжірибелік сабақтардың видеоларын қараңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.